Сәлем достар. Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін таң ертең әлі қыздар ұйқыларын аша алмай көздерін уқалап отыр. Таң ертең үйімізге Темудың доставкасы келіп тұр ғой. Таң атпай келіп, бізде Дана өткенде бір заттар заказ берген. Шықырлатпай тұр қызым. Не заттар заказ берген әлі өзімде білмеймін. Дұрыстап қарағанда жоқпын. Қазір сіздермен бірге ашып, соны талқылап, обзор жасап қарайтын боламыз. Кеттік, е? Так, достар, біз пробаға бір пакет осындай заттар заказ бердік. Кішігірім, енді аз да болса көптей көріңіздер. Дананың өзінің қажетті заттары. Не бердің өз, Дана, білесің ба? Не берген, есіңде ма? Давай, кеттік, ашып көрейік, онда. Өткенде ашатын сатып ала самаппыз, е? Магазиннен, ашатын кішкене пышақ тұрған еді ғой. Біз көзіміз жетті, заказдар келетіні, енді біз тағы да заказ береміз. Не бұл? Блинпактың беті. Блинпактың беті? Достар, блинпактынан қараңыздар. Вау! Наклейка шықты. Мынау не? Достар, біз түсінбей жатырмыз, бірдеңеде бәрін. Мынандай ойыншықтар келген. Және мынандай бір ойынға арналған не ғой, ойыншық. Кеттік, давай. Шетінен талқылап ашып көрейік енді. Телефон. Кімге звондап жатыр? Ағаңа звондап жатыр ма? Өше саш. Кән шетінен ашып көрейік, бұл не екен? Кән, бұл не? Не бұл? Кән ашып көрші, не екен ішінде? Көрекші, маған қызық болып тұр. Не бұл? Духи ғой, духи. Кән әкеші, жылтырақ духи ма бірдеңе? Кән, алшы Айзерина. Лайна, негіз терісінен ашып қойғансыңдар. Вау! Жетпесін байқа. Жылтырақ қонау. Әкел, бер, тоқта. Тоқтана қақпағы ашылу керек шығар, бұның ашылмай ма? Мынандай, достар, қараңыздар. Сапалы болып келген ғой. Жылтырақ, қолға бүйтіп, мынандай жерлеріңе семдеді, бүйтіп мойынға бұлай, мойынға бүйтіп жағады ғой. Кән, сеуіп көріңдерші. Мынаны мен қолдансам да болады екен ғой, тойларға, бір жерлерге барғанда. Кән, сеуіп көрші, бісміллә. Кән, қолыңа сеуіп көр. Достар, біз қалай севетін білмей жатырмыз. Ен таптық, достар, міне. Вау! Барлық жер жылтырап кетті. Кән, әкеш, қолыңда әкеш. Ана бұның үйті жоғытын әшін жылтырап. Иә, білесіз ғой, міне, достар, лай, міне. Айзерепшен қолына сепші, нандай жеріне. Вау, достар, күшті жылтырайды екен. Мен кімдерден қаға ағамды айттым ба? Көзайымдар осындай заказ берген еді. Ішінде мынандай жылтырақ болады екен, достар. Күшті екен, керемет екен. Тойға, бір мерекеге барғанда күшті екен, иә? Ал кетті, келесісін ашып көрейік. Ал, ашып көрші, не екен? Енді ая ашысын, кезекпен ашайық, Мынау не қара пакетте маған қызық болып тұр. Не ол? Не ғой? Андай тақтайша ғой, жазып жазатын. Тақтайша мен сурет салатын. Өткенде сен тағы да сатып алып едің ғой. Осындай тақтайша қызым. Мынау әдем, міне ручкасы жанында тұр ғой, міне планшет сияқты екен, иә? Тұр, иә, экраны. Міне ручкасы мына жерде тұр, міне. Планшетті. Бай-бай, алынбайды оны. Алып беш апшыз. Не алынбайды ол? Арқасынан бұлай тереді екен. Кәнен жасып көріңдер. Кән қайтып өшірді. Меға камераға көрсетсеңдерші. Кән қалай өшірді оны? Достар, сенсорны екен. Қара, наны басар екесін. Удалиттің белгісі тұрды. Соны басады екесін, өшеді екен. Үйдің күшті жазуына. Керемет қой. Анау үшін
Кәне удалитті басып көрейікші. Кәне баш. Әдем болушы еді. Достар, үшінші мынаның экраны кәдімгі телефонның ба, планшеттің ба экран сияқты. Осы сіздерге көрініп тұр ма мынадай? Планшет әдемес. Мә. Сонымен маған планшет әдемес. Соны планшет болып ұстайды. Мына қыздың ұйқысы келіп есіне отыр. Күшті екен, енді Айзерен кесек. Айзерен не ашасын? Наклейка ма, не ол? Тағы үшінші затын ашамыз. Бәрі өзім зана. Есіміне бермеймін. Мынау не? Кітап па, наклейка ма, бірдеңе. Мен негізі мына Дананың берген заттарына қарамайым, ше не заказ бердім. Менде білдім. Қыздаршы киіндіресің. Мына қыздар болады. Көптеген қыздар болады. Соның мына аяқта киімдері бар. Киімдегі мындайлары бар. Күшті екен. Кәм біреуін киіндіріп көреміз ба? Киіндіріп көрек та көп қой ішінде. Біреуін киіндіріп көршкен. Мен киімдері бар екен. Біреуінің киімін алып жабыстырып көрші. Неше түрлі Қытайдың қыздар екен ғой. Неше түрлі қыздар екен соны алды. Ана біздің наклейкаға қарағанда сапалы кәдімгідей, бізде де бар осында киіндіретін. Қыздар, достар, бізде де осында киіндіретін наклейкалар бар ғой, магазиннен, дүкеннен сатып алып жүрмін. Бірақ соған қарағанда кәдімгідей сапалы наклейкалар ше. Ана көйлектер әдемі екен. Басқа қыздардың Ана бас киіміне сәйкес, осы қай қыз киім. Бас киімі соңғы емес па? Жабыстыра берсе енді любой жабыстыра беруге болатын шығар. Кез келген киімді кез келген қызға жабыстыра. Мынаны жабысайшы. Осы ұнап көйлек әдемі ғой. Бұл да қытайша. Мана осы ұнап тұршы көйлек. Штағын әде. Аяқ көңілге қалды. Нағардың қолдар сәйкес киімейді ғой. Күшті. Күштеңе қайды. Өта аяқтар. Кейін қайттан алына береді екен, наклейкалар, Астылға болады. Күшті екен, қысқасы осында екен. Енді Дананың кезек, Дана не ашасын? Маған осы блиндпак қызық болып тұр, достар. Оказывается, Темуда дайын блиндпактар сатады екен. Бұның ішінде не бар екен? Блиндпак дайын. Сендер үйде қолдан істеп жүрсіңдер. Дайын блиндпак болады екен. Мына жерде ашатын өз белгісі бар екен. Көріне ма? Кет. Маған қызық, достар, блиндпактың ішінде не болады екен? Не мынау? Наклейка. Тағы зат бар ма? Мә, достар, тағы зат бар ма еще ішінде? Қалам. Ана ағаң телефон шырылдап отыр, өшіресіз. Мә, резина, достар. Достар, мына блиндпак ше Темуда қатты қымбатта тұрмайды. Осылай заказ берсеңіздер болады екен. Дайын блиндпак. Еще ішінде қанша 4 зат шықты ішінде, Мә, мынандай слайм шықты. Ашақшына слайм, аузын ашынаш. Мынандай маркер шықты. Слаймды ашынаш. Кейін мынандай резина шықты. Мә, резинаның иісі күшті, Мына резинаның иісі күшті екен. Кейін мынандай, мынау не? Мынандай наклейкалар шықты. Достар, мынандай наклейка шықты. И мынандай доп шықты. Блиндпактың ішінен. Слаймды ашамай жатырмыз біз қысқасына. Қайшымен ба ашу керек? Жоқ, қайшымен ба бірдеңе мен ашу керек ол. Қысқасы жарайды, кейін ашу аламыз. Қой оны түспен тістеме. Енді келесі ая аша ғой. Ая аша. Кән, не ол? Кітапша ғой? Жазу жазатын кітапша ол. Кән, ашы көрек ішін. Ашатын жер болу керек қой. Міне мына жерінде екен. Міне. Қытайша жазулар шығып тұрмасын ішінен? Ашық.
Күшті Дана как раз біздің Данаға налевойға барады, нөлебайға соған лайықтап үстіне 89, 99, 100-ге дейін бар екен. 100-ге дейін бар екен. Енді келесі затты Айзере ашады, е? Мынаны, жоқ ол жаңа блинпактың ішіне шықты ғой. Мынаның ішінде мынандай ойын ғой. Мына жер негізі Тимуда үлкен етіп көрсетіп қойғанда мен білем бұл затты. Үлкен ба десем, кішкентай ақ екен ғой. Мынандай ғой достарына сәйкестендіріп қоятын ше. Бүйтіп тұрады. Коньяққа қояқшы. Сары, қызыл деп бұлай қоямыз да. Жасыл, күлгін, көк. Енді осының үстіне мысал үшін Айзере қойшы бұлай осылай қоямыз да. Үстіне сәйкестендіріп қоямыз ғой, ішіне қойсай. Сарыны қояйық, қызыл қояйық, фиолетовый, масаған бір фиолетовый, мынандай күлгін, мынандай оранжевый, мынандай розовый, и көк бар, тағы қандай жоқ? Жақсы. Біреу жоқ. Қандай? Жарайды, қойбаш, қой шал. Бұлай сәйкестендіріп қояды ғой үстіне. Кәм қой Айзере, біреуін тауып. Жиде қойсасың. Жоқ, мен ұстап тұрам. Жоқ, таппадың. Енді Дана. Дұрыс. Ал енді Ая. Ая қояды. Жасыл жоқ екен менде. Сол жасылдық екен ғой. Жасыл жоқ, дұрыс емес. Жасыл мына жақта екен ғой, мына жаққа қойып қой жасылды. Енді Ая басынан қой. Жарайды, Дана Айзере қой. Сен біліп алдың ғой. Жасыл. Достар, қысқасы осындай ойнайтын ойынға. Меннен үлкен осындай бутылкалар ма, бөтелкелер ма десем, кішкентай ғана болып келді. Келесі ашылатын зат қалды ма? Мынау не? Негіз наклейкалардың сапасы күшті келеді екен, я? Мынау не? Капибара ма или басқа ма? Тағы мынандай бір зат қалды бізде. Ойыншық қалды мынандай. Осыны ашып көрейік. Ішінде заты бар шығар, жоқ па или? Құросный сөмке ма? Зато сен блинпактың ішінен қанша зат шықты ғой, білесің бе? 5 зат шықты. 5 зат па? Қанша зат шықты өсі? 4 зат. Ішінде бар ма бірдеңе? Банкеті сындырып қойма әкел. Ашылу керек қой негізі? Құросный ойыншық па? Міне ішіне зат сап қоюға болады екен, кейіндер осындай. Біреуге зат сап, сыйлауға болады екен, е? Достар, қысқасы осындай заттар болды бізде. Біздің заттарымыз ұнады ма? Енді келесіде бұдан да көп заттар заказ береміз, өткен бізге осы заттар ұнады, е? Бізге лайк басып қойыңыздар. Тағы қандай заттар заказ берейік, соларды комментарийға жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше Sağ olun. Пока-пока.